Sonda muqiyat o'rnatasanlar. Mening siylig'im bor senlarga. Al endişe savatashimning ko'riniga qarab chiqaydi. Qani barmoq samarqand semiz kerak. Ko'z qatorimiz nima? Ikki qator o'tiramiz. Ikki qator o'tiramiz. Ikki qator o'tiramiz. Ikki qator o'tiramiz kerakki, men arasida araydim. Tak ballar bu yerda bizga bir necha yedir berilgan ekan. Bunda suhbat edi, siqirlar dereli, siqirlar dibistar edi, buundar edi. Yani siqirli söz der balari jangi bilim parchasimen birga sayohatda so'ng tafsirlarni o'rnayotgan bo'lamiz. Tushundingmi? Hali endişe o'rnab o'taymizmi? Biz eng birinchi bizni suhbat deganligi bir so'rab, ya'ni javob beradi ekan. Hozir mendan sizlarga ayttirib so'rashlar qo'ydim. So'l so'rashlarga to'xtab javob berdi. Qaraga tartibni saqlaymiz birinchi. Suhbat elning eng birinchisi tavsirmasi sizlarga so'rab, javob, ya'ni so'rovlarga javob beramiz. Endişe birinchi davslar tomida kezib beramiz. Davslar tomida aralgan, ya'ni davslar tomidan bo'lgan ikki to'plangan so'rovlar bor ekan. Qaraga barmoqimizni tundaymiz. Қазақ тілінде қанша әріп бар? Бірінші дауыстыларды. 42 дұрыс айтасың. Әріп дегеніміз не? Әріп дегеніміз не? Әріп дегеніміз дауыстың таңбасы. Дұрыс айтасыңдар. Әріп дегеніміз дауыстың таңбасы. Қандай? Қане? Дауыстың таңбасы. Дауысты дыбыс дегеніміз не екен? Дауысты дыбыс дегеніміз. Дауысты дыбыс дегеніміз. Алпамыс айтамын дауысты дыбыс. Дауысты дыбыс. Дауысты. Дауысты дыбыс дегеніміз кедергіге ұшырамай анық айтылады. Кедергіге ұшырамай анық айтылады екен. Дауыссыз дыбыс дегеніміз не? Дауыссыз дыбыс дегеніміз. Асып айтамыз, дауыссыз дыбыс айтамыз. Кедергіге ұшырап айтылады екен. Жақсы жарайсыңдар. Ендеше біздің екінші дауыссыздар тобында сұрақтарға толық жауап берді деп айтыламыз. Жарайсыңдар балалар, ендеше келесі елге тағы да саяхаттауға дайындаламыз. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Мен сендерге балалар әр елде дыбыс беріп отырамыз. Қазір дыбысын берем балалар. Міне біздер. Барлығымыз ұшақтан түсейік керек, аяғымызды тоқтында дауыс керек. Тапсырмасын орындауға дайынбыз ба? Жақсы, жарайсыңдар. Ендеше бірінші тапсырмада әріптерді біз не құраймыз едік баға? Сөз құраймыз, е? Жақсы, ендеше бізге қазір мына жерде екі бөлінген үстелге екі жаққа қарап отыра қалыңдар. Яғни балалар мына жерде сендерге әріптер берілген шығатын құрастыратын боласыңдар. Түсінді ме? Құраймыз. Аю. Ama ne diyeceğim ben aytamız ya? Qanday söz qurağanlarımız aytamız? Aytamız. Qurağan söz. Yu. Qanday? Аю. Kim aytamız? Әтеш. Tur iki qator o'tirganimiz kerak. Al bolalar, hozir senlarga mынандай men ya'ni muzika o'ynatdilar. Sol muzikamen qanday harf ko'rsatib, so'g'ab bilaymiz, tushundingmi? So'g'ab qilib ko'rsatamiz. Qani bilaymiz?
буын жарайсың. Тездетеміз кәлең. Айша айта қойып кел. Мен тұрады. Айта қой. Қане сөз құрады. Әжеде неше әріп бар? Неше дыбыс бар? Неше буынға бөлінеді? Жақсы жарайсың. Айта қой. Алмұртта неше әріп бар? 6 әріп неше дыбыс? Неше буынға бөлінеді? Неше дауысты дыбыстар бар? Дауысты дыбыс нешеу? Үшеу. Дауысты дыбыс нешеу? Үшеу. Жақсы жарайсың тамаша. Келесі. Әбілқайыр айта қой. Әбілқайыр айта қой. Қандай сөз? Тиесе. Неше әріп бар? Неше әріп? 4. Неше дыбыс бар? Даусымызды шығарамыз. Даусымызды шығара қой. Неше буынға бөлінеді? Буынға неше бөлінеді? 2-ге жарайсың. Апамыз айта қойшы кәне кел. Қанайсың? Орын тез қатты дауысын шығарайыншы. Сәбіз. Қандай? Неше әріп тұр ана жерде? Неше әріп мына жерде? 5 әріп. Неше дыбыс? 5 дыбыс. Неше буынға бөлінеді? Буынға неше бөлінеді? Айтсашы да, айта қой. 2 дұрыс жазсың. Арайым айта қойшы кәне. Қандай? Кезедеміз. Бозау. Неше әріп? Неше дыбыс? Неше дауысты дыбыс тұрады жерде? Неше дауыссыз? 3 жақсы. Аймер айта қойшы. Аймер айта қойшы. Аймер айта қойшы. 2 буын. Дұрыс айтасың.